Қалай түстіңдер оқуға? Оқуға біз негізі өзіміз Алматыда жүргенде Түркияға келуді армандаған болатынбыз. Түркияда оқуымыз келді әр өлкемізде. Бұрын өзімізде колледж бітіріп келдік. Қандай колледж? Медициналық колледжді бітіріп келдік, Асфендияровтың колледжі. Колледжді бітіріп келдік. Негізі біз ең басында Стамбулға келіп түскен болатынбыз бір компаниямен. Ол компаниядан біз өзіміз жаңағыдай өзінің көп нелері шығып кетті. Минустары деп айтады ғой, өзінің қателіктері сондайлар шығып кетті. Содан кейін біз ол жақтан ауысуға тура келді. Осы жерден бізбен бірге оқыған қыз бар болатын, соның әпкесі осы Сакарияда жаңағыдай оқиды екен. Сол әпкесі осы білім стейшнында бір жағынан жұмыс жасайды екен. Сол білім стейшнда сол бізді осы жерге білім стейшн арқылы шақырды. Жалпы осы жерге келіп сол кісі арқылы. Сонда Стамбулға келгенде қандай қиындықтар болды? Стамбулға келгенде бізде ең бірінші бұндай жатақхана болған жоқ. Жатақхана деген жатақхана квартира болған жоқ, үй емес. Ол жерде еще мейлі ғой, ақшасы әр адам басына бұл жерде 900 лирадан шығып кетті. Бұл жерде біз әр адам 300 лирадан шығып тұр. Алды бұл жерге ол жаққа қарағанда, яғни 600 лира қымбат болып тұр жер. Оның үстіне ол жақтан универі частный болды, яғни жаңағы ақылы универ болды. Ол жердің білімі, яғни бұл жаққа қарағанда нашарлау болды. Ол жақтан біз кетуіміздің тағы бір себебі, жаңағы ол жақтан алған жаңағы сертификатымыз ол басқа егер универге тапсыратын болсақ, мамандық бойынша ол кезде оларға жарамай қалуы мүмкін еді. Негізі көп жағдайда жарамай қалады, өйткені ол ақылы универ болатын. Ал бұл жер жаңағы мемлекеттік универ болғаннан кейін жаңағы көп универлерге жарай береді. Жалпы универлерге жарай береді. Сонда сендерге не деді сол компания түсіндіріп жатқанда? Олар айтқан жоқ па не, жеке меншікті университетке түсіреміз деп, сертификат жарамайды деп? Бізге бүйтіп айтты олар. Тапсыратын кезде, яғни ол жақта біз Қазақстандағы сияқты емес, өйткені ол жақтағы біз керісінше болады, яғни жаңағы государственный универге қарағанда ақылы универлер керісінше жаңағы тапсырысы жаңағындай сұранысқа ие деп айтқан болатын. Біз енді осылай сеніп сөйтіп келген болатынбыз. Келіп білдік, енді ол ондай емес екенін алдан қалдық, білмей қалдық, сондықтан ауысуға тура келді. Сакария жалпы қалай, ұнап жатыр ма? Әрине, ұнап жатыр. Ол Стамбулға қарағанда көбірек біз көп тәжірибе алдық. Бұл қаладан университетінде де көп жақсы үйретеді, білімі жоғарғы дәрежеде үйретеді бізге. Жаңағыдай Стамбулмен санасқанда жоғарылау келеді, білім жағынан өте жоғары келеді. Бір жағынан ыңғайлы барлығы, өйткені студенттердің қаласы, студенттерге барлығы жеңілдік жасалған. Студенттерге Стамбулға қарағанда жеңілдірек түседі, үшірді жеңіл ақша, барлы жеңілдіктер көп түседі. Визаны қалай жасатындар, қиындықтар болған жоқ па? Кім көмектесті? Визаны ешқандай қиындық туылған жоқ бізге. Визаны осы білім стейшнде жасайтын жаңағы Нұргүл апайымыз көмектесті. Жалпы ешқандай қиындық туғызған жоқ. Қазір сабақтарын болып жатыр, қалай, қиын ба, оңай ма? Басында бәрі оңай болып келеді, қазір біртіндеп жоғарылап жатыр, сол ауырлап қиындай түседі, бірақ өте жақсы үйреткендіктен мұғалімдері жаңағыдай өзіне тартып, сен бөтен жердіксің деп өйтіп не алмайды, өзінің бауыры сияқты тартып, жақсы араласып кетеміз. Былай сабақты жақсы үйретеді, онда ешқандай қиыншылық болған жоқ бізге.